Балақай, кел ертегі тыңдайық. Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз арыстан мен түлкі. Бір күні арыстан қатты ауырып үңгірінде жатып қалады. Ол ормандағы барлық аңдарды шақыртып, менің күшім қайтып барады, сондықтан бәріңмен қоштасқым келеді дейді. Аңдар бір-бірден арыстанның үңгіріне кіріп, оның жағдайын сұрап, қоштасып шығып жатады. Бірақ түлкі ғана үңгірге кірмейді. Мұны көрген арыстан түлкіге: «Әй түлкі, неге менің халімді сұрап кірмейсің?» дейді. Сонда түлкі сәл жымиып: «Құрметті патшам, мен сіздің үңгіріңізге кіретіндердің ізін көрдім, бірақ шығатын ешкімнің ізі жоқ. Сондықтан мен де сақтық жасап тұрмын» деп жауап береді. Түлкінің ақылдылығына таң қалған арыстан оны құрметтеп, еш зиян тигізбейді. Енді бұл жерден біз балақай, ақылды адам әрқашан сақтықпен әрекет етеді деген ғибрат алсақ болады.